Бақ болып тиген жұдырық. Әңгіменің авторы Бауыржан Бабажанұлы. Бұрын біздің ауылда жігіттер үйленерде қызды алып қашатын, ұзату тойы болатындар сирек еді. Алып қашқанда қыздың келісімімен әрине, бірақ ол заманда сұлулар іштей келісіп тұрғанымен сыртқа білдіре бермейді ғой. Ондайда сәл демеп жіберу керек, яғни кетәрі емес екеніне көз жеткен соң батылырақ қимылдаған жөн. Менің ағам сондай оқиғалардың бел ортасында жүретін. Шегабай алып қашыпты деген хабар жеткен бойда қызы кеткен үйдің адамы әуелі біздің үйге жетуші еді. Кейін Шәкеңнің тек ұйымдастырушы екені анықталатын, қатарларының денін солай үйлендірді. Қы деген қыз болды, қараторының әдемісі. Ауылда әдеміліктен басқа да критерий бар ғой, ол шаруаға икемділігі. Жылдым-жылдым үйдің де түздің де жұмысына тастай қайратты қыны жігіттер ғана емес, үлкендер де қатты жақсы көретін. Бір үйдің шаруасын дөңгелентіп әкететін қызды кім келін қып алғысы келмейді дейсің. Шешесі ерте өліп қалған қарт әкесі мен екі ағасы, бір інісі бар. Қы олардың жағасын кірлеткен жоқ. Үйінде мұнтаздай қып ұстады. Өзі де жарқылдап жүретін көңілді, ер мінезді қыз еді. Анау-мынау жігіттер ығып тұратын. Мектеп бітіргесін тауық фермасына жұмысқа тұрды. Бір топ қыз келіншек жұмысқа бірге барып, бірге қайтады. Ішінде Қы қоңыр қаз секілденіп тараланып тұратын. Әлқиса, Шәкеңнің бір досы оны қатты ұнатыпты. Өте жақсы жігіт, айыбы жуас. Батылы барып сөзде айта алмаса керек. Әдетте қыздар ондай бозбалаға көп бұрыла бермейді ғой. Әрі от ауыз орақ тілді қыға жақындауға батпайды. Бірақ жүрегі құрғыр, сол деп соғып тұр. Содан Шәкеңе кеп сырын айтады. Бір жартыны бөліп ішкен соң ағам екі жастың арасын жалғайтын боп келіседі. Тағы бір дос жолығып, үшеуі қыздың ыңғайын байқамақ боп фермаға қарай беттейді. Бір топ қыз келіншек тал үсте келе қалған үш жігітке күдіктене қарайды. Жөн сұрасқанда тамырын басып көрмек ниетпен Шәкең, қыны пәленшеге алып қашайын деп жүрміз, депті. Сұлудың көзі ызадан жарқ ете қалады. Мә саған. Екі саусақтың ортасынан бас бармақ көрінеді. Қыз келіншектер шу ете қалады. Әйел затының алдында дәйім, мерейі үстем боп бұрын бұндай қорлықты көрмеген Шәкеңнің қаны басына шапшиды. Ей, Қы, депті тістеніп, бүгін сені алып қашып пәленшеге әйел қылмасам, атымды басқа қой. Мә, тағы да екі саусақтың арасынан бас бармақ көрінеді. Біздің баланың да мат болатын күні бар екен-ау, дейді бір жеңгеміз отты үрлей түсіп. Әп сәтте бұл әңгіме күллі фермаға тарайды. Сонда тракторшы болып істейтін ағамның авторитеті таразыға тартылатын сәт туады. Жоқ, дейді Шәкең серігіне бұрылып. Бұлай болмайды. Қалай да бүгін алып кетуіміз керек. Қанша мықты дегенмен әйел зат емес пе? Қы қауіптеніп ағаларына бала жүгіртіпті. Кешкі 6-да келіп мен алып кетсін. Пысық жеңгелердің бірі мұны Шәкеңе жеткізеді. Сонымен 2-3 сағат уақыт бар. Алып кете алмаса топ қатынның табасына қалары анық. Сендер мен ысқырғанда мотоциклмен зыр етіп келе қалыңдар. Мен қазір. Қой, оны жалғыз өзің қалай алып шығасың? Жігіттердің бұлай дейтініндей бар. Қы, мен деген еркекке дес бермейтін тым қарулы еді. Жоқ, бәріміз бірге барып көзге түсуге болмайды, дейді Шәкең түтігіп. Сөйтеді де тауық ферманың есігіне қарай жүгіре жөнеледі. Тура сол кезде қолында 2 шелек су бар. Қы шығып келеді екен. Ағам қақ маңдайдан бірақ беріпті. 2 шелегі екі жаққа ұшқан қыз қиралаң ете қалады. Бокс тілімен айтқанда нокдаун. Сол сәтте мотоциклмен ана екеуі жетіп, бұл әлі есін жинап үлгермеген Қыны көтеріп алып, мотоциклдің лөлкесіне жайғастырады. Осының бәрі қас-қағым сәтте дүйім жұрттың көз алдында болған. Жан-жақтағылар қапелімден естерін білмей тұрған орындарында қатып қалса керек. Ертеңіне құтты болсын айтып, шымылдыққа кіргендер жас келіннің шодырайған маңдайын көріп, таңдай қағатын көрінеді. Қазіргі көзқараспен қарағанда нағыз жабайылық қой, сотталып кететініс. Сол кезде де біраз айғай-шу болып біздің үйдің есік терезесі сынған. Ақыры екі жақ бітімге келді.
Қыз сол әулетке тастай батып судай сіңді. Күйеуінің кең мінезі, шексіз мейірімі, бұның бауырларына деген алғаусыз ықыласы жүрегі тоңып жүрген жетім қызды баурап әкетсе керек. Келісті, отбасы болды. Іркес-тіркес 10 бала дүниеге келді. Қазір біршама немере сүйген бақытты шал кемпір. Алматыға келсе, тура ағамның үйіне түседі. Шәкең қалжыңдап баяғы маңдайынан ұрған сәтін еске салса, құрышы бала-шағаның көзінше не болса соны айтпай, десе де оңашада, ай, сенің жұдырығың маңдайыма бақ болып тиді ғой, дейтін көрінеді. Сүйем, күйем деп үйленгендердің біразының аз күннен соң жолы екі айырылып жатады ғой. Ал ақ шымылдықтың ішінде кездескенше бір-біріне ләм-лем деп тіл қатпаған бұлардың ғұмыры осылай әдемі өрілді. Қызық, өмір. Әңгіменің соңы. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.